Всем привет, қайырлы түн достар. Короче, бізде дейтін маған қазір өте қатты өмірімде бірінші рет 5 жылдық блогерстан ішінде бірінші рет маған осындай обсуждение 30-та Дана, блогер Дана араб құлдарды араб құл деп айтты. Иншалла аузбилля деп айтпасын деп айтты. Короче, мен жамандап жатыр. Маған дейтін боқтап жатыр, не знаю. Маған дейтін, мен 30 әдейі удалить етіп тастадым. Ешкім сообщениесін оқығым келген жоқ. Честно слово, мен ешкімдікін оқығым келіп, нетмей тұрған жоқ. Маған просто бәрібір, на самом деле. Мен өзім съемкамды жасап, өзім жігітіммен, достарыммен, туысқандарыммен жүре беретін адам. Маған вообще пофигу. Мен до этого да бұдан қатты нәрсе жаман андай бір айтатынмын. Бұдан да қатты андай бір кішкене контент түсіретім. Оған да маған бәрібір, потому что маған ұнайды. Вот, енді не үшін хейт кетіп жатыр? Жаңа айтып бастадым. Мен алдында сторис түсіргем. Оразаны бұл әңгіме неден басталды жалпы, қазір айтамын. Бұл әңгіменің бәрі мен ораза басталған күні 18-ші ақпан күні мен айтқан болатынмын. Достар, оразада ифтар, сухур деп айтпаңыздар, ауызашар, сәресі деп айтыңыздар, себебі біз қазақпыз деп айтқан болатын. Енді одан кейін барып маған өте көп біздің қазақтың адамдары қатты бір діннің дұрыс емес жолында жүрген ба, немесе қалай айтуға болады, иншалла аузбилля деп сөйлейтін, көбінесе арабтың, ирандардың тілімен сөйлегенді жақсы көретін біздің мұсылмандар, в кавычках, солар өте қатты хейт жасап жатыр. Маған осы сообщениялардың алдында, осы стористардың алдындағы смс-терді оқысаңыздар, ол жақта жаңағы біздің мұсылмандар. Сонда мұсылман еркектер, мұсылман әйелдер осындай бола ма, не дін сіздерді осындай нәрсеге үйрете ма? Мен соны түсінбедім. Мен жаңағы ислам дінінің дұрыс жолында жүрген адамдарды білем, танимын, мен ондай таныстарым бар. Олар өздері үшін намазды оқып, Құдай бұйырса, Құдай қаласа деп айтады да, бірақ иншалла аузбилля деп айтпайды. Мен соны араб құлдар дегенім үшін маған ренжіп жатыр көп біздің адамдар. Мені орыс қыл дейді. Иә, менің әкем орыс, мамам қазақ. Неге мен орысша кей кезде ойымды білдірем? Себебі мен орысша кітап көп оқығанмын қазақ тіліне қарағанда. Бірақ осы уақытқа дейін мен тек қана қазақша сөйлеңдер қазақтар деп айтып шырылдап жүргенім түкке жарамай қалды да, дәл қазіргі сол ораза кезінде басталған әңгіменің бәрі қазір типа мұсылмандарға тиіп кетті. Егер де сіздер діннің дұрыс жолында жүретін болсаңыздар, сіздер бұндай сөз сөйлемейсіздер. Араб құл деген сөз сіздердің больной точкаларыңыз болып тұр. Негізі ислам діні ондай нәрсеге үйретпейді ғой. Адамды өсектеу, адамды балағаттау, адамның өміріне қол тигізу деген нәрсені үйретпейді. Бірақ неге көп араб құлдар өте қатты жынданып, өздерінің эмоцияларын, ішкі ненависті ұстай алмайды. Не себеппен? Менің қай жеріме тиісетіндер білмей шошқа деген сөздермен кетіп жатыр да. Мен жай ғана айттым. Сіздер қазақсыздар, қазақша сөйлеңдер, араб құл болып кетпеңдер, арабтарға құл болып баратсыңдар деп айтқан болатынмын. Соған біздің қазақтар ренжіп жатыр. Мен жай ғана айттым, тупой деген сөз, ол жерде топас деген сөз жарайды. Қазақша айтайық, маған орыс құл деп жатыр ғой. Топас деген сөз, мен оны айттым не себеппен? Көп жерде, көп жағдайда топас халықпен, топас адамдармен управлять ету өте оңай, басқару оңай. Менің жаным ашып, ішім ауырып айтқан түрім ғой негізі. Мен дейтін қазір көп адамдар жек көріп жатыр ғой енді. Біз сені өзіміз екен деп жүрген едік деп. Мен ешкімнің туысқаны емеспін. Мен сіздерге беріп қойған бірдеңем жоқ. Сіздер де машине беріп қойған жоқсыздар. Сол үшін сөйлейтіннің алдында да, хейт жазатын алдында да кішкене ойланып сөйлеңіздер. Қарғыстарыңыз өздеріңізге, маған бір түйір бір қарғыстарыңыз немесе ауыр сөздеріңіз маған бірде бір тимейді екен, жүрегіме де басқа жеріме де қарғамасаңдар одан әрі маған бәрібір. Мені қолдайтын адамдар өте көп, қолдамайтындар, араб құлдар, бара беріңіздер. Неге топас деп айттым? Себебі сіздердің көздеріңізді оятайын, сіздердің бастарыңызды, ұйықтап қалған миларыңыздағы ақылды оятайын деген мақсатпен айтқан болатын. Бірақ ол мақсатымды дұрыс емес түсінгеннен кейін, менің ақылымның деңгейіне сіздер жете алмағаннан кейін осындай болып отырсыздар, осындай әңгіме айтып жатырсыздар. Нағыз мұсылман болсаңыздар, бұндай әңгіме айтылмайтын еді, бұндай жаман сөздер, балағаттаған сөздер айтылмайтын еді. Нағыз мұсылмандар ондай емес.
Сол достар, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Барлықтарыңызға қайырлы түн. Барлықтарыңыз аман болыңыздар. Жақсылық тілеймін. Мені қолдайтын адамдар өздері қолдап, менің көзқарасыммен ойланып, менің көзқарасыммен жүретін адамдар да бар. Мен жалғыз ғана емеспін ғой, бүкіл әлемге осылай ғана ойлайтын. Сондықтан барлықтарыңыз аман болыңыздар, бақытты болыңыздар. Сана сезімдеріңізді дамытыңыздар, өздеріңізді, миларыңызды ұйықтатпаңыздар, оқыңыздар, шетел аралаңыздар, көп нәрсеге қарап, көп нәрседен қорытынды жасап үйреніңіздер. Барлықтарыңызға қайырлы түн.